Hayırlı gün dostlar, barşаңызға сәлем. Бүгінгі жасалатын тағамымыз, яғни салат, мандарин салаты жаңа жылға. Оған безендіруге укроп, петрушка шөбі керек болады. 3 картошка қайнатылған, 1,5 сәбіз қайнатылған, 3 жұмыртқа қайнатылған керек болады. Сосын майонез, қайнатылған тауық еті 400 грамм. Сондай керек болады, майлап тура қалдық. Бұрыш, тұз кішкентай қосамыз, чесноктан бір штук қана қосамыз, бір зуб. Осыны ары қарай жасау барысында көрсететін боламын. Достар, мінекей салатымызды бастаймыз. Оған тауық етінің майдалап туылған ең астына саламыз. Қайнатқан кезде тұзын басымдау қылып салғанбыз, тұзды аз саламыз, сондықтан салмасаңыздар да болады. Осылай жайып салып, ең оңай салат. Қалғандарын қазір үккіштен өткізіп, сөйтіп салатын боламыз. Мінекей достар, картошкасын үккіштен үлкен жағынан өткізіп аламыз. Қайнатылған картошка тез жұмсақ болып тез өтеді. Мінекей достар, үккіштен өткізген картопланы саламыз. Енді қазір 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқаны да үккіштен өткізіп аламыз. Барлығын сарысын, ағын бәрін майдалап өткізетін боламыз. Мінекей достар, жұмыртқамызды да саламыз үстіне, барлығын қалдырмай майдалап үккіштен өткіздік. Енді қазір чеснокты майда түріне өткіземіз. Үккіштен майда түріне өткіземіз. Мінекей достар, сәбіздің майдасын өткізіп аламыз. Үккіштен бұл да қайнатылған. Салат болып оңай жасалады өзі. Барлығымыздың үйімізде бар заттармен істей бересіздер. Мінекей достар, майдалап туылған укропты да саламыз. Кішкентай, өте көп емес, қара бұрыштан шай қасықпен ұшын саламыз. Тұздан да солай. Өйткені біз жаңағы тауық етін тұзын жақсылап салғанбыз. Енді осының үстіне майонезімізді саламыз. Осыны енді жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, мандариннің сәбізін жаямыз пакетке. Домалақтап қалыңдап жаямыз. Соған растворымыздан салған салатымыздан ортасына салатын боламыз. Бүйтіп сосын пакетпен бүтіп қысып жасайтын боламыз. Достар, мінекей мандариніміз кереметтей болып дайын болды. Дастарханға қоюға өте керемет. Bir шетінен бұзып жеп көрейік енді. Керемет, өте керемет дәмі.
жақсы шыққан. Ұялы енді өздеріңізді дайындап дастарханға жаңа жылға қойсаңыздар болады, ешқандай шығынсыз. Достар, біздің видео ұнаған болса арнаға жазылып комментарий жазып қоңырау санын басып кетіңіздер. Сіздердің арқаларыңызда біздің канал дамиды. Жаңа жылдарыңызбен келе жатқан келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.